семья болғаннан кейін ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Онсыз өмірдің мәні жоқ, отбасылық өмірдің сәні жоқ деген содан қалған шығар. Бүгін күйеуіммен, яғни кеше күйеуіммен қатты ұрсып ренжісіп қалдым. Жаман настроением болмай, өзіме өзім үйде не істерімді білмей, екі баланы садикке апарып тастадым да, қой не істеймін деп шұқыланып отырып, тырнағыма көзім түсіп кетті. Ох дедім, настроениемді өзім көтермесем, менің настроениемді кім көтереді дедім да, орнымнан тұрып, апыр-опыр үйден киініп шығып, киім шыққаныма мәз болып, солай көшенің басында, біздің көшенің магазинінің басында бір салон бар еді. Оған барып жүргенмін, бір-екі рет барғам. Сонымен көп адам болмайтын өзі. Содан жаза салып едім. Келе салыңыз деді. Ойбай дедім да, орнымнан тұрып сөйтіп тырнағымды жасатып келейін, құрсын қасында да орман жіп жүнжіп кетті. Бүгін өзіме көңіл бөлейін дедім ғой. Ошы мынау деген мен тырнақпен летний уақытпен жүрмін ғой. Летний осыдан августте жасатқан тырнағым, прикиньте, 2,5 ай почти өсті ғой. 3 ай дейінші тырнағым деген аюдай болып кеткен. Ана жерде ұялғамдай, тырнағымның еті деген ет асып беретіндей, бүгін кешке ет асып беретіндей болып тұр ғой. Солай деген тырнағымды менің любимым френчімді жасатып алдым. Сосын қасымда өстіп покраска жасаттым да, бүгін өзімнің настроениемді осылай көтердім. Солай қыздар, настроением түсіп кетті, күйеуіммен ұрсып қалды деп настроениелеріңізді нәскиге түсірмей, осылай өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді көтеріп тұрыңыздар. Ал сіздер күйеулеріңізбен ұрсып қалған кезде қандай ситуация, қандай не істейсіздер? Үй жинап кетесіздер ме, басқа істеп кетесіздер ме? Комментарийға жазып кетіңіздер. Және де менің маникюріммен қасымды бағалап кетіңіздер. Енді қатысым мына жерде өзбечка болып тұр ма? Күйеуіме ұрсып қалдым деп без настроения жүргеннен осылай жүрген жақсы емес па, иә қыздар?